Баршаңызға сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қып-қызыл болып шығатын және ең оңай, ең дәмді рецептпен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыз. Және де алдағы уақытта өзіңіздің кез келген іздеген рецептіңізді таба алатын канал болатынына сенімдімін. Сондықтан менің каналыма алдын ала подписаться батырмасын басып жазыла кетіңіз. Ең алдымен біз тауық етімізді жақсылап жуып аламыз және де өзіңізге керекті мөлшерде бөліктерге бөліп дәл осындай кесіп аласыз. Ал енді мариновкамызды бастайық. 1 шай қасық тұзымызды саламыз және де 1 шай қасық қара бұршымызды саламыз. Және видеода байқасаңыздар, біздің маринадталған тауық еттеріміз қып-қызыл болып әдемі болып пісті. Сол түсті беретін осы паприка. Паприкаңызды көп сала берсеңіз ешқандай зияны жоқ. Мен 2 шай қасық толтырып паприка салдым, сондықтан түсі дәл видеодай қызыл әдемі болып шығады. Және де осындай тауыққа арналған дәмдеуіш қостым. Егер ондай дәмдеуіш болмаса, сіздер қоспасаңыздар да болады. Және де 1 ас қасық шашлыкке арналған кепшік салып, 1 үлкен ас қасықпен кәдімгі майонезімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін тұзын бір көріңіз, себебі сіздің тауық еттеріңіз менікінен көбірек болып, тұзы аз болып қалмасын. Сондықтан араластырып болғаннан кейін дәмін бір көріп алғаныңыз дұрыс болады. Дәл осы маринадталған тауық етін, егер сіздерде уақыт болып жатса, 1 күнге қойып қойсаңыздар тіптен жақсы. Мен дәл осы маринадты небәрі 3 сағатта қойып, дәл видеода көріп тұрғандай қып-қызыл етіп пісіріп алдым. Өте дәмді шықты. Сіздерге ұнаса, сіз де дәл осы рецептпен жасап көріңіз. Міне мен 3 сағат маринадталған тауық еттерін әсел пешімнің табасына осындай пешевая бумагамды салып пісіріп алатын боламын. Және пешіңіздің градусын 200-220 градуста қойып 1 сағат немесе 45 минут көлемінде пісіріп аласыз. Міне біздің тауық етіміз қып-қызыл болып әдемі болып пісіп шықты. Табадағы қағаздағы ол тауық етінен бөлінген майлары. Егер сіздің де тауық еттеріңіз дәл осындай қып-қызыл болып әдемі шықсын десеңіз, дәл осы рецептпен жасап көрсеңіз болады. Және де алдағы уақытта менен қандай рецепттерді күтесіз, сол жайлы комментарийға бөлісе кетсеңіз болады. Немесе дәл осы рецептпен сіздер жасап көрсеңіз, қалай шыққандығы туралы комментарийға бөлісіп кетсеңіз болады.